Ассалаумағалеукүм достар. Спорт мастер каналына қош келдің. Менің аты жөнім Жгутпен. Бүгінгі видеода мен сіздерге мынандай резинкамен, жгутпен дене шығаруға арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Яғни үй жағдайында, дала жағдайында жгутпен орындалатын дене шығаруға арналған жаттығуларды бүгінгі видеода мен сіздерге көрсететін боламын. Яғни сізде жгут болса, бұл видеоны көріңіз. Өйткені бүгінгі видеода мен сіздерге жгутпен дене шығаруға арналған әртүрлі жаттығуларды көрсететін боламын. Бұл жгут сіздердің денелеріңізде 20-30 грамм салмақ түсіретін болады. Достар, видеоны көрмес бұрын мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен еңбегін бағалап, бұл видеоны достарыңызға таратып кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Бірінші жаттығу, ол бицепске арналған жаттығу. Бұл жаттығуды аяғыңызды қаншалықты алыс ұстасаңыз, соншалықты жаттығу қиындай түседі. Бұл жаттығу бицепске жақсы нагрузка береді. 6-7 подход, 20-25 қайталау жасасаңыздар болады. Екінші жаттығу бұл арқа бұлшеттеріне арналған жаттығу. Яғни резинканы байлайсыз және де аяғыңызды кішкене бүгілесіз де тартасыз. Артқа тартқанда арқаңызды сезініп жасауыңыз қажет. Бұл жаттығу сіздің арқаңызға, арқа бұлшеттеріңізге жақсы күш түсіреді. Бұл жаттығуда 4 подход, 10-15 қайталау жасасаңыздар болады. Үшінші жаттығу аяққа және арқаның астыңғы бөлігіне арналған жаттығу. Жаттығуды жасағанда аяғымызды ашып отырып тұрамыз және де алдыға еңкейеміз. Бұл менің жгутпен орындалатын ең сүйікті жаттығуым болып табылады. 4 подход 15-20 реттен жасаймыз. Төртінші жаттығуымыз бұл кеудеге арналған жаттығу. Резинканы орап, арқаның артқы жағына қойып, алдыға қарай кеудені қысамыз. Бұл жаттығу кеуделеріңізді жақсы созады және жақсы күш түсіреді. 5-6 подход, 20-25 қайталау жасаңыз. Видеодағыдай. Бесінші жаттығу бұл отжимание. Жгутты арқаға салып отжимание жасаймыз. Бұл жаттығуды жгутпен жасасаңыз, денеңізге салмақ түсіп, трицепске, иыққа және кеудеге нагрузка түсіреді. 3-4 подход, 10-12 рет қайталау жасаңыз. Алтыншы жаттығу иыққа арналады. Резинканы осындай темірге байлап, артқа жылжып, иық көлемінде өзімізге тартамыз. Артқа жылжыған сайын жаттығу қиындай бастайды. Бұл жаттығу иықтың алдыңғы бөлігіне арналған жаттығу.
4-5 подход, 20-25 қайталау жасайтын боламыз. Жетінші жаттығу бұл брусья. Резинканы иыққа салып брусья жасаймыз. Астыға түсіп толық көтерілеміз. Жаттығуды жасағанда резинка 20-30 кг салмақ береді. Кеудеге трицепске иыққа нагрузка береді. Егер сізге резинкамен қиын болса, өз салмағыңызбен жасаңыз. 4 подход 10-15 рет. Сегізінші жаттығу жеке трицепске арналған жаттығу. Разгибание рук. Бұл жаттығуды видеодағыдай алдыға еңкейіп қолымызды астыға түсіріп жасаймыз. Бұл сіздің трицепсіңізге толық күш түсіреді. 6-7 подход, 25-30 қайталау жасаймыз.